Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір осындай узордың тоқу жолын көрсетемін. Мен әртүрлі жіпте тоқыдым. Өте әдемі көрінеді. Бұндай узорлармен шапка тоқсаңыздар болады. Кез келген кофталарға тоқуға келетін узор. Шарф тоқсаңыздар болады. Өте әдемі. Тоқылу жолы өте оңай. Біртүрлі цветпен тоқсаңыздар да болады. Мен әртүрлі цветті жіптермен тоқыдым. Қазір енді біз розовый жіппен тоқимыз. Бірінші ilmектен бастап тоқимыз. Қазір біз барлығын осылай 10 ilmектермен тоқып аламыз. Ilmектермен тоқимыз барлығын. Енді арт жағынан біз қазір арт жағынан бірінші ilmекті тоқымаймыз. Енді бір екін тоқымай, екеуінің ортасынан осы жіпті іліп аламыз. Мына екі жіпті 10 тоқитын боламыз. Бір мен екі жіптің ортасынан екеуін тоқымаймыз. Екі мен үшінші жіптің ортасынан осы жіпті іліп аламыз. Екеуін осылай 10 тоқитын боламыз. Екі ilmекті бірге тоқимыз 10 ilmекпен. Сонда бізде осындай узорлар пайда болады. Бір мен екіні тоқымаймыз. Екі мен үштің ортасынан жіпті іліп аламыз. Енді осы екі ilmекті бірге 10 ilmекпен тоқимыз. Екі мен үшінші жіптің ортасынан жіпті іліп аламыз. Екеуін 10 тоқимыз. Осылай қазір барлығын қайталап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын 10 ilmекпен тоқи береміз осылай. Енді тоқып атқан кісілердің өзі де бұл узорды тоқи алады деп ойлаймын. Өте оңай. Біздің узорымыздың екі ilmектен тұрады. Сонда біз жіпті іліп алған кезде сымға екі ilmектен санап іліп алсаңыздар болады. Төрт қатардан тұрады біздің узорымыз. Бізде екінші қатар. Төрт қатардан тоқимыз біз. Мен соңында бізде бір жіп қалады, оны біз теріс тоқитын боламыз.
Енді біз үшінші қатарымызды барлығын осылай 10 ілмектермен тоқып шығамыз. Енді төртінші қатар арт жағынан барлығын теріс тоқимыз. Барлығын теріс ілмектермен тоқып шығамыз.